Мұғалім мамандығын не үшін таңдадыңыз? Раньше профессии не выбирали. Отец сказал: доча, ты будешь учителем. А старшей сестре сказала, что она будет врачом. Ну и я стала учителем. Мұғалім болып жұмыс істегеніңізге қанша уақыт болды? Және жұмысыңыз өзіңізге ұнайды ма? Я уже работаю больше 40 лет. Профессия мне нравится, потому что я отдаюсь детям душой, я их люблю. Для меня каждый урок – это праздник. Поэтому бегу просто. Мне интересно с ними, мне хочется, чтобы глазки у них блестели. А раз глазки блестят, значит, им нравится. Егер сіз мұғалім мамандығын таңдамасаңыз, қазір қандай мамандық иесі болар едіңіз? Вы знаете, я даже не представляю себя в другой профессии, потому что кроме того, что болтать, я ничего не умею. Наверное, это уже мое. Хотя с детства я не мечтала стать учителем. Наверное, это пришло со временем, и это моя профессия. Апай, көп рахмет, және өте ұзақ ғұмыр кешіңіз. Ал дене шынықтыру мұғалімдері бізге қалай сабақ беретіндерін көргілеріңіз келсе, менімен бірге жүріңіздер. Өте керемет. Балалар волейбол және футбол ойнап жатыр. Керемет. Ағайлар қадағалауда. Жалпы, менің көңілім толды. Ал сіздің ше? Сіз осы мұғалімдік профессияны не үшін таңдадыңыз? Мұғалімдік профессияны өйткені өзімнің әпкем мұғалім болып жұмыс істейді. Сол ұстаз болып көптеген құрметке, марапатқа ие болып жатты. Соған әпкеме қызығып мұғалім болғым келді. Сіз мұғалім болып жұмыс істеп жүргеніңізге қанша жыл болды? Және де осы профессия сізге ұнайды ма? Мұғалім болып мамандық атқарып жатқаныма биыл 13 жыл болды. Мұғалімдік маған мамандық өте қатты ұнайды. Біріншіден мен шәкірттер тәрбиелеп жатырмын, шәкірттерге білім беріп, өзімнің білгенімді үйретіп жатырмын. Және олармен білгенімді үйретіп қойыңдаршы. Апай, жоқ, бұлай болмайды, тек шындық керек бізге. Апай, тек шыныңызды айтыңыз. Сіз қатты өкінген кезіңіз болды ма осы профессиядан? Әрине болдық. Балалар шулап, тыңдамай жатқанда, қағаз толтыратын отчет, қағаздар, есептер көп болғанда, неге мұғалім болдым деп ренжіген, мектепке мұғалім болуға келмеген күндерімде болды. Ал егер сіз мұғалім профессиясын таңдамасаңыз, өзіңізді қай мамандық иесі ретінде елестетер едіңіз? Негізі журналист болғым келген, ama өзім бала кезімдегі мамандық. Бірақ анам жоқ, мұғалім болсан ертең істейтін кәсібінде жұмысында болады. Журналист болсан күні түні жүріп, жүгіріп, мақала іздеп жүресің деп, қыз балаға мұғалім мамандығы дұрыс дегесін, анамның ақылымен мұғалім мамандығын алдым. Апай, сіздің сұхбатыңызға көп рахмет, және сізге біз ұзақ ғұмыр тілейміз. Сіз осы мұғалім профессиясын не үшін таңдадыңыз? Негізі мен мұғалімдікті таңдаған жоқпын. Болашақта негізі әскери адам болғым келді, бірақ грантқа түскендіктен осы мамандықты таңдадым. Мұғалім болып жұмыс істеп жүргеніңізге қанша уақыт болды, және осы мамандық сізге ұнайды ма? Мектепте жүргеніме 4 жыл, осы 5 жылға кетіп бара жатыр. Ең бірінші жыл ауыр жылдардың бірі болды, өйткені мұғалімдік деген жұмыс қиын. Бірақ қазіргі таңда оқушылармен жұмыс істеген ұнайды. Оқушыларға сабақ беру, білім беру, үйрету, ол маған ұнайтын нәрселердің бірі болып қалыптасты. Егер сіз мұғалімдік профессияны таңдамасаңыз, өзіңізді қай мамандық иесі ретінде елестетер едіңіз? Негізі әскери болғым келді, бірақ егер мұғалімдікті таңдамағанда бухгалтер, экономический жақта жұмыс істеуші едім. Ағай, сұхбатыңызға көп рахмет, және сізге ұзақ ғұмыр тілейміз. Осы жылы біздің мектепке көп мамандар, яғни көп жас мамандар жұмысқа кірді. Мен танитыным Алтын Каримова осы мектептің түлегі болатын. Оның қалай сабаққа кірісіп жатқанын бірге көрейік.
Жаман емес. Балалар сабақтарын қызығып оқып жатқан секілді. Қандай сүйкімді балалар? Меніңше, біздің мұғалім, яғни Алтын Каримова сабағын өз мұғалім профессиясын өте қатты жақсы көреді. Біз Алтын Каримоваға сәттілік тілейміз. Немесе артық бағалады. Сол кезде мысалы мен өз бағам. Сіз мұғалім мамандығын не үшін таңдадыңыз? Мұғалім мамандық енді менің бала кезімнен өзімнің армандаған мамандығым. Міне соны оқып, осы уақытқа шейін сол еңбек етіп келе жатырмын. Оны таңдау себебіме менің отбасымда әкем мұғалім болды. Міне сондықтан да шығар жақсы өзім осы мамандықты сүйіп таңдадым. Мұғалім болып жұмыс істеп жүргеніңізге қанша жыл болды және жалпы осы мұғалім мамандығы сізді шаршатқан жоқ па шыны керек? Мұғалім болғаныма менің 35 жыл, 36 жылға кетіп бара жатыр. Енді шаршатты деп айта алмаймын, мен өте қызықты маған. Балалармен жұмыс істеу, балалардың тілін табу, және өзім осы математика пәнін таңдағандықтан, соны қыр-сырын балаларға үйретіп, білмеген үйретіп, жан-жақты үйретуге өзімнің бар құлшынысымды саламын деймін. Әлі шаршаған жоқпын, жақсы деймін. Балаларды мұғалім болуға шақырам. Ал егер сіз бұл мамандықты таңдамасаңыз, елестетіңіз, сіз қай маман иесі болар едіңіз? Білмедім, оны ойламаппын. Өзі мамандығым осы мамандық таңдап тұрмын. Өте керемет. Ал енді әріптестеріңізге айтар тілегіңіз болса айтсаңыз болады. Енді әріптестеріме не айттым, келе жатқан мұғалімдер күні құтты болсын, әр уақытта отбасылар аман, жақсы тілектер тілеймін. Шығармашылықпен жұмыс істеп, тек қана мектебіміздің абыройын көтеріп, балаларымызды жақсы жағынан тәрбие беріп, биіктерден көріне беруіне тілектеспін. Мерекелер мерекеге ұласа берсін, отбасылар аман болсын, барлық қызықтарға бөлене берсін. Сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті мұғалімдер, сіздерді 2019 жылдың түлектерінің атынан шын жүректен құттықтаймыз!